Егер теңге гүлін сатып алмай қолдан отырғызатын болса, гүл сол қондырған адамның энергетикасын сезініп, әрі өз егесінің қаржылық жағдайын көтереді деген сенім бар. Сондықтан да гүлді әркім өз қолымен көшеттеп отырғызған жөн. Бұл үшін үлкен теңге гүлінен кішкене сындырып алу қажет болады. Кесіп алған өскін 5-6 см ұзындықта болғаны дұрыс. Гүлді қондырудың негізгі тәсілдері. Бірінші тәсілі. Өскінді су құйылған стаканға салып тамырлатып аламыз. Тамыр шыққан соң топырақ салынған құмыраға көшіріп отырғызамыз. Екінші. Кесіп алынған өскінді 5-6 күнге құрғақ жерге қоямыз. Сол арқылы кесілген жер құрғайды. Осыдан кейін өскінді алып, сулы, құм салынған стаканға қондырамыз. Тамыр шығарған соң құмыраға ауыстырып аламыз. Үшінші. Кескен өскінді бірден ылғал топыраққа отырғызып, бетін пластик стаканмен жауып қою керек. Мұндай кіші жылыжай өскіннің тез тамырлануына көмектеседі. Су құйған кезде стаканды алу міндетті емес, ал алғашқы жапырақ шыққанда стаканды алып тастаған жөн. Үлкен теңге ағашын кішкентай бір жапырақтан өсіруге болады. Мұндай жағдайда жұлып алынған жапырақ жақсылап кептіріледі және сіріңке талының көмегімен ылғалды топыраққа қондырылады. Кез келген қондыру жағдайында суды аз-аздан шамалап құю қажет. Дұрысы бір күштеп құйған жөн. Келесі бір кеңесіміз топырағын қалай таңдау керек деген сұраққа жауап береді. Теңге гүлі құмды топырақты ұнатады. Кактус гүліне арналған топырақта өте жақсы өседі. Өзге бөлме гүлдеріне арналған топыраққа да қондыруға болады. Алайда, мұндай жағдайда топыраққа аздаған таза құм салу қажет. Гүл отырғызатын құмыраның түбінен ұсақ тесіктер жасап, ең астына кішігірім тастар тастау қажет. Бұл құйылған су мөлшерін қалыпты ұстап тұруға жәрдем береді. Қондыратын құмыра дұрыс таңдалуы қажет. Ол үшін енді өсіп келе жатқан гүлге үлкен, терең емес, бірақ жалпақ құмыра таңдау керек. Қыш құмырада қалай өссе, пластикадағы да дәл солай өседі. Теңге гүлін өсіру үшін жыл мезгілі таңдалмайды. Яғни кез келген уақытта өсіре беруге болады. Қыста гүлді айына бір-ақ рет суғаруға ұсынылады. Себебі теңге гүлі көп ылғалды ұнатпайды. Жазда аптасына 2 рет суару дұрыс. Теңге гүлі тікелей түскен күн көзін ұнатпайды, бірақ жарықты жақсы көреді. Сондықтан бөлменің жарық молынан түсетін жеріне қою қажет. Гүл қондырған ыдысты аптасына бір мәртеп айналдырып отыру керек. Сонда түзу әрі әдемі болып өседі. Айына бір рет қанатының айтқыш берген дұрыс. Одан жиі емес. Теңге гүлі бір орында тұрғанды ұнатады. Сондықтан ары-бері орын ауыстыру берудің қажеті жоқ. Күтімі жақсы болса, теңге ағашының гүлдейтінін көпшілік біле бермейді екен. Көбіне белсенді түрде өсіп жатқан уақытында гүлдейді. Теңге гүлі ауаны тазартатын ерекше заттар бөледі. Онда биологиялық белсенді заттар үй ішіндегі жағымсыз микрофлораларды төмендетеді. Өсімдік адам ағзасының психикалық және физикалық шаршағанын басады және жұқпалы ауруларға қарсы белсенді. Үй ішінің амандығы үшін ақша шақырсын деген сеніммен егетін болсаңыз, тек өз қолыңызбен тамырлатып, өз қолыңызбен өсірген дұрыс. Бұл денежное дерево, толстянка, красула деп аталатын гүлдің тарихында әлі ұмытыла қоймаған аңыз жатыр. Теңге гүлін арымдап үйде өсіретін адамдар қателеспеген екен. Себебі оның аурасы шынымен де негативтен тазартып тұрады. Ал егер ол гүлдесе, онда байлықтың есігі ашылды дей беріңіз. Ежелгі заманда оңтүстік Африкада өте әдемі, ақылды әрі ешкімге ештеңесін бергісі келмейтін аямшақ қыз өмір сүрген екен. Тұрғындары оны толық сөмкелі, яғни толстянка деген мағына беретін сула деген сөзбен атап кеткен екен. Оның тиын жинайтын құмырасын көтеруге келмейтіндей ауыр әрі үлкен болған екен. Ол қатаң үнемдеудің арқасында көп ақша жинады. Содан бір күні көшіп қонып жүрген жиһанкез жігіт осы ауылға қонаққа келеді. Көп ұзамай красула жиһанкез жігітке ғашық болады. Жиһанкез жігіт қызға өзімен бірге кетуді ұсынады. Қыз келісіп, жолға аттанғалы жатқанда ақша жинаған құмырасын көтере алмай әлек болады. Әр ойланып, бер ойланып, жігіт қызға ақшаны тастап кет дейді. Қыз шошығанынан жоқ деп қолындағы құмырасын тартып қалады. Сол кезде аспанға ұшқан тиындар жаңбырша жауады. Жігіт қыздың бұл мінезіне ашуланып кетіп қалады.
Сол кезде қыздың ызасынан жел тұрып, екеуін де көкке көтеріп әкетеді. Жел басылған соң, тұрғындар тиындардың гүлдің жапырағына айналғанын, ал сол қыздың гүлдің өзіне айналып кеткенін көріп таң қалады. Жапырақ шамалы теңгеге ұқсас, өзі толық гүл екенін көріп, жұрт бұл өсімдікті красула, яғни толстянка атап кетеді. Ең маңызды жайт, теңге гүлінің жапырақтарында мышьяк оксиді бар. Ол абайсызда балаларға не үй жануарларына түсіп жеп қойса, онда аллергиялық реакция туындауы мүмкін. Бұрындары білместіктен балалар немесе үй жануарлары толстянканы жапырағын жеп қойған кезде құсып, понос болып, іштегі қатты аурулардың сезген екен. Бұндай симптомдарды болған жағдайда міндетті түрде ауруханаға жүгініңіз, немесе жедел жәрдем шақырыңыз. Ал ақпаратты пайдалы деп тапсаңыз, маған тіркеліп, 1000 оқырман жинауыма көмектесіңіз.